бастай беріңіз қазір. Сіз маған доступ бересіз ба презентация не қылуға? Көрсетуге. Так, видеозапись включена. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық ұйымдардың қатысушылары. Барлық қатысушыларды тіркеу парақтарына тіркелуді сұраймыз. Қоғамдық тыңдау онлайн режимде өтіп жатқанын хабарлаймын. Экологиялық заңнаманың талаптарына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүргізу процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Бүгінгі талқыланатын жоба тақырыбы Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы, Шахи Аймұратов көшесі 976 учаске мекен-жайы бойынша орналасқан кәріздік тазарту құрылысының жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі, кәріздік тазарту құрылысы үшін атмосфералық ауаға ластайтын заттардың жол берген шығарындылар нормативтері жобасы, сарқынды сулармен бірге сүзгілеу алқаптарына бұрылатын ластайтын заттардың жол берілетін төгінділердің нормативтері жобасы. Жобаға тапсырыс беруші Шардара ауданы әкімдігінің Шардара аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі. Қоғамдық тыңдаулар келесі блоктардан тұрады. Қатысушылар тіркеу 5-10 минут. Баяндамашының докладпен таныстыру 15-20 минут, баяндаманы талқылау 5-10 минут, қоғамдық тыңдауларды қорытындылау 5-10 минут. Ұсынылған регламентпен кім келіседі? Дауыс берулеріңізді сұраймыз. Қарсы жоқ. Мұнда регламент қабылданды. Қоғамдық тыңдау нәтижелері бойынша жоба материалдары аясында барлық ескертулер мен ұсыныстарды енгізе отырып, қоғамдық тыңдаулар хаттамасы толтырылады. Қоғамдық тыңдау нәтижелері бойынша жоба материалдарына барлық ескертулер мен ұсыныстарды қамтитын қоғамдық тыңдаулар хаттамасы жасалады. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 21-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің әкімі аппараты өкілінің төрағалық етуімен бастамашысының және мүдделі жұртшылықтың қатысуымен өткізіледі. Сондықтан жиналыс төрағасына өзімді Шардара ауданы әкімдігінің Шардара аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының орынбасары Шунтиев Мейірбек Бауыржановичті ұсынамын. Хатшы болуға Қожахметова Айнұр Ерікбайын ұсынамын. Қатысушылардың хатшыны тыңдау туралы шешімі. Дауыс беріңіз. Онда қоғамдық тыңдауды ашық жариялаймын. Сөз баяндамашы Өсербаева Әсет Тұрсынбаеваға беріледі. Сәлеметсіздер ме қоғамдық тыңдаулардың қатысушылары. Бүгінгі қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы, Шахи Аймұратов көшесі 976 участок мекен-жайы бойынша орналасқан кәріздік тазарту құрылысының жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі, кәріздік тазарту құрылысы үшін атмосфералық ауаға ластаушы заттардың жол берілген шығарындылар нормативтері жобасы, сарқынды сулармен бірге сүзілген алқаптарына бұрылатын ластаушы заттардың жол берілетін төгінділердің нормативтері жобасы талқыланады. Қоршаған ортаны қорғау бөлімі және эмиссия нормативтері жобасы қарастырылып отырған нысан үшін Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 2 қаңтарда бекітілген экологиялық кодексіне Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдеде 280 бұйрығымен бекітілген экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа және Қазақстан Республикасы экологиялық, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 10 наурызда 63 бұйрығымен бекітілген қоршаған ортаға эмиссия нормативтерін айқындау әдістемесіне сәйкес әзірленді. Бұл жобаның әзірлеудің мақсаты нысан көздері арқылы атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың сандық және сапалық сипаттамаларын анықтау, қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін бағалау, қоршаған ортаға ғылыми негізделген рұқсат етілген әсер ету нормаларын белгілеу, экологиялық қауіпсіздік және халықтың денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету, қоршаған ортаның ластануын болдырмау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қалпына келтіру, сондай-ақ сүзгілеу алқаптарына ластаушы заттарды төгу үшін
төлемді есептеу кезінде лимиттерді белгілеу. Нысанның негізгі қызметі индустриялық аймақтан келіп түсетін сарқынды суларды қабылдау және тазарту. Кәріздік тазарту құрылысы өз қызметін жалпы ауданы 1,105 гектар болатын кадастрлық номері 19-308-004-976 жер учаскесіне меншік құқығы туралы актіге сәйкес жүзеге асырылады. Жер учаскесінің негізгі нысаналы мақсаты кәріз жерлерін салу үшін арналған. Кәсіпорынның қызметі Қазақстан Республикасының санитарлық нормалары мен ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. Кәсіпорында ауыр металдардың тұздары, пестицидтер мен және басқа да синтетикалық заттар сияқты улы заттар қолданылмайды. Жұмыс режимі мен штаты. Құрылыс кезеңінде жұмыс режимі 2 ауысымда 8-9 аралығында жылына 360 күнді құрайды. Жұмысшылар саны 60 адам, оның ішінде инженерлік техникалық жұмысшы 5 адам, жұмысшылар 55 адам. Пайдалану кезеңінде жұмыс режимі тәулік бойы 1 жыл ішінде 365 күнді құрайды. Жұмысшылар саны 11 адам, оның ішінде инженерлік техникалық жұмысшы 1 адам, жұмысшылар саны 10 адам. Келесі қарастырылып отырған нысанның орналасуы көрсетілген. Нысан Түркістан облысы Шардара ауданы, Шардара қаласы, Шахи Аймұратов көшесі 976 участок мекенжайында орналасқан. Кәсіп орын аумағы төмендегі аймақтармен шектеседі. Солтүстік жағында 300 метрге дейін қашықтықта тұрғын үй аймағы, батыс жағында бос жер, оңтүстік жағында Қазкрахмал жауапкершілігі серіктестігінің зауыт аймағы, шығыс жағында 300 метр қашықтықта Шардара қаласының тұрғын үйлері орналасқан. Нысаннан ең жақын орналасқан тұрғын үй құрылысы солтүстік батыс жағында, ең шеткі шығарындылар көзінен 300 метр қашықтықта орналасқан. Ең жақын су нысаны Сырдария өзені, ол қарастырылып отырған нысанның шығыс жағында 1000 метрден астам арақашықтықта ағып жатыр. Яғни бұл нысан су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шегінен тыс орналасқан. Келесі, КТК нысан негізгі қызмет түрі индустриялық аймақтан келетін сарқынды суларды қабылдау және тазарту. Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтарда бекітілген экологиялық кодексінің 2 қосымшасының 2 бөлімінің 7-18 тармағына сәйкес қоршаған ортаға ластағыш заттардың төгілуі жүзеге асырылатын кез келген қызмет түрі 2 санатқа жатады. Құрылыс кезеңінде Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 қаңтарда ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген адам өмірі сүру ортасы және денсаулығына әсер ететін объектілер болып табылатын объектілердің санитарлық қорғаныш аймақтарына қойылатын санитарлық эпидемиялық талаптарға сәйкес құрылыс жұмыстары санаттарға бөлінбейді және олар үшін санитарлық қорғау аймағы белгіленбейді. Нысан пайдалану кезеңінде Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы номер 100 ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген санитарлық ережелерінің 12 бөлімінің 50 тармағына сәйкес кәріздік тазарту құрылыстары үшін ең аз санитарлық қорғау аймағы 150 метрді құрайды. Келесі слайдта сіздерге кәріздік тазарту құрылыстарының орналасатын ғимараттар мен құрылыстардың қысқаша сипаттамасы берілген. Атап айтатын болсақ, ағынды суларды орташа деңгейге келтіру қондырғысы, нитраттық цикл реакторы, биореактор, екінші тұндырғыш, тұнба тұндырғышы, биологиялық тазарту резервуары, оператор бөлмесі, тұрмыстық ғимарат, авариялық резервуар, реагенттер мен қосалқы бөлшектер қоймасы, 150 метр кубты құрайтын резервуар, тазартылған су сорғы станциясы, трансформатор, дизельді электростанциясы, қоқысқа арналған контейнер алаңы және бақылау пункт берілген. Мына слайдта сіздерге жоғары атап өткен ғимараттар мен құрылыстардың аумағында орналасу жоспары схемасы берілген. Келесі, нысанның инженерлік жүйемен қамтамасыз етілуі. Құрылыс кезеңінде де пайдалану кезеңінде де электрмен қамтамасыз етілуі келісімшарт бойынша қолданыстағы жерлерге қосылады. Жылуы калорифермен қамтамасыз етіледі. Құрылыс кезеңінде сумен қамтамасыз етілуі жұмысшыларға ішуге арналған су бөтелкеленген түрде жеткізіледі. Су бұру шаруашылық тұрмыстық ағынды сулар биотуалеттерге ағызылады. Пайдалану кезеңінде таза су орталық су құбырларынан қамтамасыз етіледі және нысан аумағындағы су технологиялық шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктерге және қосалқы мұқтаждықтарға пайдаланылады. Су бұру қалалық тазарту жүйесінде жүзеге асырылады. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығарылуы жинақталуына қарай ұйым арқылы қалалық полигондарға шығарылады. Құрылыс кезеңі. Кәріздік тазарту құрылысының салу мерзімі 1 жылды құрайды. Құрылыс кезеңі келесі сатылардан тұрады. Құрылыс алаңын дайындау жұмыстары, шұңқырлар мен траншеялар қазу, іргетастарын орнату, ғимараттардың құрылысы және кері көмір жұмыстары жүргізіледі. Құрылыс жұмыстары уақытша сипатқа ие болып табылады. Жоба талаптарына сақталған
жағдайда елді мекендер шекарасында қауіпті факторлар бойынша нормативтік көрсеткіштердің асып кетпеуі күтілмейді. Технологиялық шешім. Аталмыш нысан темір-бетон конструкциялардан жасалған жерасты құрылыс жұмыстарымен орындалған темір-бетоннан жасалған сыйымдылық корпусы жер астында орналасқан қалыңдығы 300 мм сульфатқа төзімді цементтен құйылған. Бұл келесі артықшылықтар береді. Сульфатқа төзімді цементтен құйылған темір-бетоннан жасалған корпустардың қызмет ету мерзімі 50 жылдан астам уақытқа кепілдік береді. Корпустардың жер асты орналасуы қыс мезгілінде электр энергиясын үнемдейді. Зауытта дайындалған жылы электротехнологиялық павильон құрылысы механикалық тазарту, құм ұстау, жұқа тазарту, коагулянттар мен коагулянттарға арналған жабдық, тазартылған суды залалсыздандыру құрылғылары, ауа үрлегіштерді орналастыру мәселесін шешеді. Технологиялық павильонның жанында орналасқан реагент қоймасы жылдық химиялық реагенттер, коагулянттар, флаконттар қорын сақтауға мүмкіндік береді. Жобада таза ауыз суды техникалық мақсаттарда пайдалану қарастырылмаған, себебі бұл кәріз суын тазарту мақсатына және таза суды үнемдеуге қайшы келеді. Пайдалану кезеңінде кәріз тазарту құрылысының негізгі қызметтік бағыты индустриялық аймақтан ағатын сарқынды суларын қабылдау және тазарту. Кәрізді тазарту құрылысының өнімділігі тәулігіне 900 метр кубты, жылына 328.500 метр кубты құрайды. Өндірістік ағынды сулар арнайы сыйымдылықтарда жиналып, тазарту құрылысында бірнеше кезеңнен өтіп, онда олар тұндырылып, тазартылып, кейін 269.178 метр куб көлемінде құбырлар арқылы сүзгілеу алқаптарына жіберіледі. Сүзгілеу алқабының жалпы ауданы 30 гектар. Кәсіпорын санитарлық нормалар мен Қазақстан Республикасының ережелеріне сәйкес пайдаланылады. Кәсіпорында ауыр металл тұздары, пестицидтер және басқа да синтетикалық заттар сияқты улы заттар қолданылмайды. Келесі слайдта атмосфераға шығарылатын заттардың, ластаушы заттардың тізімі берілген. Құрылыс кезеңінде атмосфераға зиянды заттардың шығарылатын екі ұйымдастырылған ластаушы көздер жұмыс істейді. Құрылыс кезеңінде атмосфераға барлығы 23 атаулы нормалардың зиянды заттар бөлінген. Бұл жерде схемада кестеде көрсетілген. Пайдалану кезеңінде, нысанның пайдалану кезеңінде атмосфераға зиянды заттардың 3 ластаушы көзі жұмыс істейді. Олардың екеуі ұйымдастырылған, біреуі ұйымдастырылмаған. Пайдалану кезеңінде атмосфераға барлығы 9 атаулы нормалардың зиянды заттар бөлінеді. Келесі, атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың нормативтерін белгілеу. Осы жобада нысанның құрылыс кезеңінде келесі нормативті белгілеу ұсынады. Барлығы секундына шығарылым 0,526 грамм секунд, жалпы шығарылымды саны 3,100,584 тонна жыл. Енді келесі нысанның пайдалану кезеңінде секундтық шығарылымы 1,222 грамм секунд, жалпы шығарылымдар саны 0,318 тонна жыл. Келесі слайдта бізде кәсіпорынның әсер ету аймағындағы атмосфералық ластану деңгейіне тоқтала кетсек. Құрылыс кезеңінде ластаушы заттардың таралуын есептеу нәтижелері көрсетілгенде, құрылыс кезеңінде тұрғын үй аймақтарында жер бетіндегі концентрациялардың шекті мәндерін асып кетпеуі байқалмайды. Барлық ластаушы заттар мен жинақталу топтары бойынша максималды жер бетіндегі концентрация рұқсат етілген 1 ШРК мәннен аспайды және тұрғын үй аймақтарында 0,420 ШРК-ны құрайды. Нысанды пайдалану кезінде ластаушы заттардың таралуын есептеу нәтижелерін көрсеткендей, нысанның пайдалану кезеңінде тұрғын үй аймақтарында жер бетіндегі концентрациялардың шекті мәндерін асып кетпеуі байқалмайды. Барлық ластаушы заттар және жинақталған топтар бойынша максималды жер бетіндегі концентрациялар рұқсат етілген 1 ШРК мәннен аспайды және тұрғын үй аймақтарынан 0,598 ШРК-ны құрайды. Келесі бізде кәріз тазарту құрылысының технологияларын қысқаша сипаттама. Қабылданатын өндірістік ағынды сарқынды сулар Шардара қаласының индустриалды аймағындағы негізгі және көмекші цехтар учаскелерінің жұмыс процесінен қалыптасады. Сарқынды сулар өндірістік кәріз жүйесі арқылы кәріздік сорғы станциясына түседі. Сорғы станциясынан сарқынды сулар сорғылар арқылы ортақтандырғышқа жіберіледі. Ортақтандырғыш ағынды сулардың біркелкі түсуін қамтамасыз етіп, олардың құрамын тұрақтандырады. Сорғылар арқылы ағынды сулардың одан әрі биологиялық тазартуға бағыттайды. Биологиялық тазарту блогының алдында түтікшелі араластырғыш орнатылған. Мұнда каустикалық сода ерітіндісі арқылы pH деңгейін реттейді. Бастапқы ағынды судың pH мәні 2,5 пен 3,5 деңгейін жетуі мүмкін.
тазартудан кейін 6,5 пен 8,5 аралығындағы деңгейге тұрақтандырылады. Биологиялық тазарту блогы келесі құрылыстардан тұрады: селектор, аэротен, екінші тұндырғыш. Селектордың жұмыс принципі жоғарғы органикалық жіктеме сезімтал жіп тәрізді бактерияларды жоюға негізделген. Селектор бұл активті тұнбаның және ағынды сулардың қысқа уақыттық болуына арналған резервуар. Мұнда активті тұнба жоғарғы жүктемеге түседі, нәтижесінде ел түзуші бактериялар басымға ие болады. Аэротекте еріген оттегінің қатысуымен аэробты бактериялар органикалық ластаушылардың көміртек диоксиді мен су деңгейін тотықтандырады. Беттік аэраторлар тұнба қоспасының қажетті араласуын және оның ауадағы оттегімен қанықтандыруды қамтамасыз етеді. Екінші тұндырғышта тұнба қоспасы активті тұнба және тазаланған суға бөлінеді. Тұнған тұнба сұрыптағышпен жинақталып шұңқырға бағытталады. Одан кейін сорғы арқылы шығарылады. Тазаланған су жиналып түзілген алқаптарына шығарылады. Тазарту процесінде артық активті тұнба түзіледі. Тұнба тығыздалып, содан кейін сусыздандырылады. Қосымша тік торлы тұнба сұрыптағышы бар тұнба тығыздатқыш тұнбаны араластырып, түйіршіктелген ірілеріне судың және газдардың бөлінуіне ықпал етеді. Тығыздау кезінде тұнбаның ылғалдылығы 99,3%-дан 97,5%-ға дейін төмендейді. Яғни оның көлемі 3,6 есеге азаяды. Сусыздандырылған тұнба тіркемеге түсіп, тазарту құрылыстарының тыс арнайы ұйыммен келісімшарт бойынша шығарылады. Келесі слайдта сапынды сулардың тазарту технологиясы көрсетілген. Келесі жол берілетін төгінділердің нормативтік жобасы. Кәріздік тазарту құрылысы сумен қамтамасыз етілуі. Қарастырылып отырған нысан суды келесі мақсаттарда пайдаланады: тұрмыстық қажеттіліктер, қызметкерлердің ауыз су қажеттіліктері үшін, технологиялық қажеттіліктер, сүзгі пресс таспасын жуу және флокулянт ерітіндісін дайындау үшін, қосымша қажеттіліктер, аумақтағы және жасыл желектерді су алу үшін, су орталық құбыр желілері арқылы 27 қараша 2024 жылы техникалық шартқа сәйкес қамтамасыз етіледі. Су бұру нысан қызметі нәтижесінде келесі сапынды сулармен түзіледі. Тұрмыстық сапынды сулар қалалық кәріз жүйесіне жіберіледі. Өндірістік сапынды сулар индустриалды аймақтың ағынды сулармен бірге алдын ала тазартылғаннан кейін 269,178 метр куб жылына көлемінде сүзгі алқаптарына жіберіледі. Өндірістік ағынды сулардың суларды бұру 365 күнді құрайды. Сүзгілеу алқаптарына жіберіледі. Сапынды сулардың санаты механикалық және биологиялық тазартудан өткен өндірістік сулар. Судың температурасы беткі нысандарына төгілген кезде 30 градустан аспайды. Сүзгілеу алқаптары Түркістан облысы Шардара ауданы Қалысбек Тұрысбек ауылдық округінің Шардара ауылы 0,48 кварталында нысан аумағының батысында 3 км қашықта орналасқан. Номер 2024 299 33356 кадастрлық паспортына сәйкес, кадастр номері 19 301 048 ауданы 30 гектар тең сүзгілеу алқаптарының негізгі нысаналы мақсаты сүзгі алаңдарымен салу болып табылады. Сүзгілеу алқаптарының құрамында 4 сүзгілеу алаңы жатады. Сүзгілеу алқаптары Қазақстан Республикасының су шаруашылығы тәжірибесінде сапынды сулармен суларды табиғи жағдайда қосымша тазарту құрылыстары ретінде қабылданған және бұл нысан соңғы қабылдаушысы болып табылады. Сүзгі алқаптарының шекаралас жатқан аймақтарға келетін болсақ, солтүстігінде, батысында, оңтүстігінде Бос жері, шығысында 800 метр қашықта Ақберді ауылы орналасқан. Ең жақын тұрғын аймақ сүзгілеу алқаптарынан 800 метр солтүстік-шығыс бағытында орналасқан. Нысан табиғи су көздерінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінен тыс орналасқан. Келесі слайдта жаңа атап өткен сүзгілеу алқаптарының жаңа схемасы көрсетілген. Енді келесі бізде сапынды сулардың төгінділерінде 12 ластағыш зат бар. Оның ішінде қалқыма заттар, нитраттар, нитриттер, беттік белсенді заттар және тағы басқа ластағыш заттар бар. Осы жобаға сәйкес 2026-2035 жылдар аралығында нысан үшін эмиссия нормативтері бекітуге ұсынылатын шекті масса 53.228,79 грамм сағаты 466,254 тонна жыл сапынды сулар. Келесі бізде осы аталған тазарту құрылысының тиімділігін көрсеттік. Мысалы айтатын болсақ, химиялық
оттегінің сұранысы тазартуға дейін 5000-ді құрайтын болса концентрациясы, тазартудан кейін 636-ны құрайды миллиграмм дециметр кубқа. Демек, тазарту дәрежесі 87,28% құрайды. Сол сияқты келесі заттарды бізде қарастыра аламыз. Қоршаған ортаға қалдықтардың әсерін бағалау. Құрылыс кезеңінде келесі қалдықтар түзіледі. Жаңағы бояулар, лактар қалдықтары, дәнекерлік қалдықтар, құрылыс қалдықтары. Және оның массасы 16,857 тонна жылды құрайды. Пайдалану кезінде келесі қалдықтар түзіледі. Қатты тұрмыс қалдықтар, ауа сыпырындылар, сағынды суларын тазарту қалдықтары. Олардың жалпы мөлшері 212,325 тонна жылына құрайды. Қоршаған ортаның өзгерістерінің сипаттамасы. Нысан орналасқан ауданға жақын жерде су алу орындары, демалыс және шомылу аймақтары, ауыл шаруашылығы жерлері, тарихи архитектуралық ескерткіштер, қорғалатын нысандар, археологиялық құндылықтар, сондай-ақ ерекше қорғалатын және құнды табиғи кешендер жоқ. Ағынды сулардың құрамын бақылау аккредиттелген зертханалармен жасалады. Шаруашылық шарттары негізінен жыл сайынғы өндірістік мониторинг барысында мерзімді түрде жүргізіледі. Осы нысанның адам денсаулығына, өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсері елеусіз деп бағаланады. Қабылданған техникалық шешімдер мен қалыптасқан табиғи экологиялық жағдайды тазалау негізінде қоршаған ортаның барлық құрамдас бөліктеріне ықпалының жиынтық деңгейі төмен деп бағаланады. Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар кешені. Жол берілетін төгінділердің нормативтері нормасына қол жеткізу үшін келесі ұйымдастырушылық техникалық шараларды орындау үшін ұсынылады. Ластаушы заттардың концентрациясын анықтау үшін сабынды сулармен құрамын жүйелі түрде бақылау, кәсіпорынның технологиялық регламентін сақтау, сүзгілеу алқаптарына осы жобада көрсетілген рұқсат етілген төгінді нормативтеріне сәйкес келмейтін сипаттамаларға сабынды суларды ағызуға жол бермеу, рұқсат етілген төгінділердің шекті деңгейін сақтау бойынша өндірістік экологиялық бақылауларды ұйымдастыру, тазарту құрылыстарының тиімді жұмыс істеуін бақылау, уақытылы жөндеу, қызмет көрсету және қажетті шағын материалдарын ауыстыру. Қатты жабынды және жасыл алқаптарды техникалық сападағы сумен суару, өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинау және кәдеге жарату, тазарту құрылыстарының аумағын санитарлық таза жағдайда ұстау, сағынды сулардың ашық су нысандарын ағызуға жол бермеу. Жоба әзірлеу барысында пайдаланылған зерттеу әдістемесі мен экологиялық ақпараттар көздері туралы мәліметтер. Қарастырылып отырған Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен ережелеріне сәйкес орындалған жобаларды әзірлеудің әдістемелік негізгі осы жобаларға қатысты әдебиеттер тізімінде көрсетілген, жобаға қатысты әдістемелер мен нұсқаулықтар және басқа да заңға тәуелді актілер Қазақстан Республикасының жаңа экология заңнамасына сәйкес қабылданған. Зерттелген ауданның қоршаған ортаның жай-күйін сипаттау үшін экологиялық ақпараттар көздері ретінде келесі дереккөздер пайдаланылады. Тиісті мемлекеттік органдардың ресми сайттарында ашық хаттар, ақпараттық ресурстар, ғылыми зерттеу ұйымдарының мәліметтері және басқа да ресурстар қолданылды. Назарларыңызға рахмет. Осы жоба бойынша ұсыныстарыңыз бар ма, сұрақтарыңыз? Bu kuruluş басталды ма, ел басты ма? Жалпы сізге түсіндіріп кетейін. Қазір Шардара қаласының индустриалды аймағы аумағынан канализациялық тазалау, яғни канализациялық тазарту станциясына жоба әзірленіп жатыр. Ол жерде қос, былайша айтқанда қос салынады, сол жерде соған қазір жоба әзірленіп жатыр. Сол жерде жаңа түскен сарқынды сулардың бәрі қостан тазаланып, 3 километр қашықтықта Тұрысбек ауылдық округінде Ақберді елді мекенінің жаңа маңында 800 метр қашықтықта деп отыр ғой. Сол жерде 30 гектар алаңға тұндыру алаңына жіберілетін болады. Осы жоба бойынша жаңа қазір қоршаған ортаны ластау, атмосфералық ауа ластайтын заттарға жол берілетін шығындардың нормативтері бойынша жоба нормативтерге сәйкес әзірленіп келіп отыр. Осы бойынша сіздерге қазір баяндама жасалды. Тек қана инвестициялық аймақтан келетін суларды ғана қыздар. Иә, индустриалды аймақтың тұрғындар аумағына. Bir ауыз айта кетейін, бұл не себепті бұны таңдап алынды? Бұл жалпы Қазақстан Республикасында жалпы біз экология саласында жұмыс істеп жүрген кезінде Түркиядан келген өте жаңа технологияны пайдаланып отыр. Және де бұл өмірде пайдаланылған заттан алынып отыр. Сондықтан бұл
технологияны бұрын соңында алдында тексеріліп көрілген 900 кубке өте жоғары дәрежеде тазартқышы көрсеткен бәрін көргеннен кейін барып экологиялық жобасын бәрін біздер алып әрі қарай жылжыттық. Рахмет сізге. 78% деді. 87%. ол Иә, былайша қарап отырсаңыз, былай жалпы лас су келе жатыр деп алсаңыз, егер оның ХПК показателі 5000-нан дейін болатын болса, онда ол аэробный дейді, мына ауамен мысалға су бір жерде тоқтап қалатын болса, иістеніп кетеді. Ал оны араластырып отыратын болса, иісі жоғала бастайды. Бұл химиялық және де аэробный, анаэробный. Бұның жаңағы мінекей мынау сізге көрсеткіші, қанша пайыз екені. Бұл 5000-ға дейінгілердің бәрін аэробный жағдаймен тазарту көздетілген. И бұл аэробныйдың өзінің бүгінгі таңға көрсеткіші өте жоғары. Сондықтан аэротенкалар бәрі ненікі, жаңағы Европаныкі, бүкіл қондырғы өте жоғары дәрежелі. Қоғамдық тыңдаулар өткізу кезіндегі барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдау хаттамасына енгізілетінін хабарлаймыз. Бүгінгі қоғамдық тыңдауды өтті деп есептерді сұраймын. Бұрын кешіресіз, онлайнда отырған кісілер сұрақтар бар болса. Мен сұрақ қойсам болады ма? Жаңағы Ақберді ауылының тұрғындары қарсылық білдірсе Бұл бір ауыз мен айтайын, бүгінгі қоғамдық тыңдау жалпы сұрағыңыз өте орынды. Қоғамдық тыңдау жалпы қабылданып алынған, мысалға біздің мемлекеттік саясат бойынша крахмал қатысының заводты осы жерге орналастырамыз және де оның суын тазартамыз деп жан-жақты қабылдап алынған. Солай ғой. Сол күйінше біз программамен жұмысымызды істеп отырмыз. Экологиялық жобада біз оның қаншалықты пайдалы, зиянды жағын айтып өттік те, біз қоғамдық талдауға оның адамдардың бұған наоборот керісінше белсенділігін, бұл жердегіндегі орналасқан жаңағы кәріз несінің, жаңағы очистной сооружениенің тазарту орнының жоғарғы дәрежелі екенін ғана айтып өтеміз. Қоғамдық тыңдау ол жалпылама осыны сараптап қана өтіп, бағдарламасын мемлекет тарапына береміз. Әрі қарай ол мемлекет тарапы өз құзырында шешеді. Рахмет сізге. Біз былай ғой, бұл жерде жаңағы канализациялық тазарту станциясы деп отыр ғой. Ол индустриалды аймақтың аумағында орналасады. Ары қарай бұл канализациялық тазарту станциясы дегеніміз келіп түскен кәріз сулар бар емес па? Соларды тазалайды сол жерде станцияда. Сөйтеді де уже технический су болып, таза су болып, былайша айтқан кезде таза суды апарып, оның ішінде жаңағы тандыру алаңына жіберіледі. Ол жерде ешқандай жаңағы иіс те болмайды, в общем, экологиялық зиян келтіретін жаңағы нелер болмайды. Жаңағы канализацияда жаңағы кәріз сулар келіп түскен сулардың бәрі тазарту станциясында тазартылып, технический су ретінде уже таза су болып кетеді. Полигон жоқ, тұндыру алаңы болады ол жерде. Негізі КПК 600 деп отырғаныңыз 350 деген сіздің ішетін таза суыңыз. 600 деген соң почти таза суыңыз, сонымен бірдей деген сөз. Бұл жерде ешқандай иісте, және де суда тап-таза. Ана ертеректе бізде экология комитетінің председателі келіп, осы очистной сооружение жайында келіп, өзі басында қасында болған. Сол кездерде ана инженер алып тазартылған бірінші тұндырғының тазартқысынан өзі ішіп көрген болды. Осы суды. Енді былайынша дәрежесі енді өте жоғарғы дәреже деп айтуға болады. Бірақ қанда әлі біздің дүниежүзілік нормативте жоқ қой, оны қайтадан шектеуге келген жоқ. Даже Қытайдың өзінде ең тазартылған суды туалеттің өзіне жібермейді. Біз енді айтамыз, былайынша тазартылады деп, бірақ қанда тазартылған су, ол тазартылған су болып қалу керек қой. Рахмет. Технический су болып. Технический су. Ол су, значит, осы Шардара қаласына келеді, бүкіл
қолданады олар. Жоқ, жоқ. Жо, 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 жо. Өндіру алаңында Технический деп айтып отырмын. Полифильтрация деген кетеді. құсбекті Ахмелді ауылының маңында жаңағы полифильтрация бар, сол жерге барып жерге Например, завод деген сияқты. сосын ол суларды былайынша жалпылама ағаштарды суғаруға болады. Иә. Ағаштарды неге алмайсыңдар? Ал Ағаштарды неге суғармайды? жоқ, ағаштарды суғаруға болады ол сумен. Суғаруға болады. Ол Ол енді Тастап алсыңдар айналып. енді болашақта оны да ары қарай пайдаланып не ол былай ғой. Қазір жоба Жалпы бойынша біз сол мемлекеттік жерге саясат апарып сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс. Қазір күннен күнге экологиядан оборотное средство дейді. Суды әрі қарай дальше пайдалану жайында ол қабылданған, но бірақтан да бізде Қазақстан Республикасында норматив енбей тұр. Егер норматив енсе, ол кездерде мынау біздерде компенсационный посадка дейді. Мына ағаштарға қайтадан осы суларды ағаштарды суаруға. Енді тамаққа емес, бау бақшаға, я болмаса қауын қарбыз өсіру үшін емес. Тек қана ағаштарды отырғызып, компенсационный посадка қаланы гүлдендіруге деген ол программа бар республика бойынша. Осы егер норматив Қазақстан Республикасына қабылданса, ол нормативтен кейін ол кездерде бүкіл жобаларда оны әрі қарай пайдаланады. Бізде норматив шықпай жатыр Қазақстанда. Бүгінгі қоғамдық тыңдауды өтті деп есептеуді сұраймын. Рахмет. Онлайн әріптестер қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Сұрақтар жоқ шығар, бұл бітті, иә. Шыға берсем бола ма, Айдар? Болды.